Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабақта Students Book пен жалғасады. Students Book'тағы Skills Round Up, page number 43. In this page, you can see many kinds of pictures of water animals. So the first exercise. Look at the animals in the photos. What are they and where can you see these animals деп делінген. Бұл жердегі, яғни бізде берілген суреттердің ішіндегі мына жерде қандай суреттегі қандай жануарларды көріп тұрсыздар, яғни су жануарлары деген, және де олар қайда өмір сүріп жатқандығы жазылған, жазыңдар деген. Яғни мен мына жерде жазған былай: in this photo I see shark, dolphin, whale, crocodile. They can all be found in water. Яғни олардың барлығы суда өмір сүреді, және де суда, оны тек қана суда ғана көре аласыздар деген. Окей, екіде бұл жерде тыңдалым. Үшіншісінде listen again and complete the sentence. Бұл жерде енді өздеріңіз тыңдайсыздар, және де бұның жауабы бұл жерде. The first, John enjoys taking photos. The dolphins are swimming in front of the boat. The third, John and his dad often see dolphins and whales. The fourth, sea crocodiles are more dangerous than sharks. The fifth, sea crocodiles live in Australia, India, and Bangladesh. Алтыншысы, sea crocodiles are becoming extinct in many countries. Жетіншісі, where Pierre comes from, people speak French. And соңғысы, Tim is buying a mobile phone at the shopping center. Мінекей жауабы осы болады. Арғарай, төртіншісі, мына жерде мінекей, төртіншісі бұл жерде speaking. Сіздер енді мұғалімдеріңізбен speaking болғанда осы суреттегіні сипаттап шығасыздар, бірақ мынау астындағы сұрақтар қолданып отырып әрқайсысы әртүрлі жауап беру мүмкін, бірақ менің жауабымдағы мінекей мынау нәрсе. Where is the place in the photo? Бұл фотода қандай жерді көрсетіп тұр дейді. Мен жауап бердім in Arctic. Ағырай, who are the people in the photo? Бұл фотодағы адамдар кімдер? Researchers, яғни зерттеушілер. Ағырай, what nationality are they? Олардың ұлттары кім? Americans, американдықтар. Ағырай, төртіншісінде what country do they come from? Олар қайдан келген? Of course, Америка болса, they come from USA, яғни олар ақштан келінген. Ағырай, what are the people doing in the photo? Okay, they are watching the animals. Бұл жерде фотода олар не істеп жатыр, яғни олар жануарды бақылап қарап отыр деп жаздым. Ағырай, алтыншысында what is the animals? Бұл жалпы жануардың өзі кім, қандай жануар дейді? It's a seal дедім. Ағырай, what is it doing? Ол не істеп жатыр? It's lying. Ол жатыр деп дедім. Окей. And next exercise, бұл жердегі жаттығуларды, бұл жерде диалогтарды реттеу керек, және де writing, өздеріңіз ойларыңызды мына жерде жауап бересіздер, жабайы жануарлар туралы. Окей, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, менің арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Күнделікті сабақ міндетті түрде шығады, және де келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.